Өмір сабағынан қашып құтыла алмайсың. Өмір бір-ақ рет беріледі, жарқ етіп өте шығады. Сондықтан да әр күніңді ардақта, әр мезетіңнің құнын біл. Ыбырай Жақаев әйгілі диқан. Өмірдің өзі оқу, тек өткен сабақтарын ой елегінен өткізіп, санаңды жұмыс істетіп, қорытынды жасап отыруың қажет. Өмір ұстаздың үйге берер тапсырмасы осы. Дәл сол сәт немесе күрделі жағдай кезіксе, өмір дәптеріңді парақтап, қалаған тақырыбыңды оқи аласың. Сондықтан да ескіні ұмытпай, өткенді ардақтап, жаңаны жатырқамай, жүрегімен қабылдаған жан ұтылмайды. Айналадағы адами құбылыстарды жан жүрегіңмен ұғына білсең, өмір емтиханынан сүрінбесің қақ. Ең үлкен күнә оқымау емес, оқығаныңды, білгеніңді, көргеніңді көңілге тоқымау. Онсыз да мына өмірде көп нәрсені жоғалтудамыз. Сәт сайын мұң арқалаған минуттар, сағынышқа айналған сағаттар, келмеске кетіп жатқан күндер. Осының өзі аз емес. Осының өзі біле білген адамға қаншама ойларды, мезгілді, жылдарды ұрлап алып кетіп жатыр. Ойланайықшы ағайын, біз тек күнді немесе айды ғана жоғалтудамыз ба? Жоқ, жарқырап өтер сәттерің, ол өмірің. Өмір болса, онда ғұмырың. Білесің бе көктегі күннің құдіретін? Күміс күлкіге бөленген, риясыз сезімге нұрланған шапағатын, адамдарға өмір сүріңдер деп жарық пен жылу сыйлаған махаббатын, бүкіл тіршілік иесіне танытқан шуағын, сарқылмас сыйлық қуатын сезінбей келеміз-ау. Мектепте бір сабақтан кетіп қалуыңа болады. Өмір сабағынан қашып құтыла алмайсың. Өйткені өмір ұстазға сен ғұмыр бойы шәкіртсің, ал шәкірттің екі алуға хақысы жоқ. Екі алған оқушы орнында қалады, ал өмірде екі алған жан бар нәрседен құр қалған жан. Адамның бойындағы бар байлық білім. Ол бір іштегі жатқан ұшқын секілді. Егер ұштасаң жалынға, жалыннан жарыққа айналады. Ұштамасаң өзіңдегі бар нәрсе бықсып түтіндеп сөнеді де қараңғылыққа бастайды. Оның сөнгені бар байлығыңның жоғалғаны де. Қараңғылық ол адасушылық. Ал егер жалынға жетсең, олардың ұшқындауына әсеріңді тигізгенде ғана шамшырақ бола түсесің. Жарыққа ұмтылған жан жасық болмайды. Қараңғыда қалған қайырымдылықтың қадірін сезбейді. Көкіректегі сәуле адамды алға сүйрейді, игілікті іс сындыруға талпындырады. Ол ақылмен, біліммен іске асады. Ақымақта білім болмайды. Білімде ақылдыға, талаптыға қонады. Біліктілік, білімділік жетістікке, жеңіске жеткізеді. Қараңғылықтың өзіне жарық орнататын білімділік. Өзін білуге тырыспау, өзгелерді білгісі келмеу, ізденбеу, алға ұмтылмау нағыз надандық. Ал надандықтың жолы қашанда қасіретке бастайды. Мақсат көп білуде емес, дөп білуде. Ойнап жүрсең де, ойлап жүргін. Қайда болсаң да, өзіңде жауапкершіліктің жүгі, адамдықтың парызы мен қарызы бар екенін ұмытпа. Қандай адам болмасын шығармашыл кейіптегі жан. Себебі қандай дәрежедегі ой болса да ішкі тебіреністен, толғаныстан тұрады. Қуатты ой ғана адамды қуатты етеді. Менің айтатыным, күнделікті қарын тойғызудың қарекетіндегі қара дүрсін ой емес, жан дүниеңді қанағаттандыратын, санаңа сәуле шашатын ой ғана биіктетпек. Білмеген нәрсенің бәрі жұмбақ, беймәлім, түсініксіз. Адамның мақсаты сол жұмбақты шешу, беймәлімді ұғу, түсініксіздің түсінікті болғанын сезіну. Бұдан шығатын қорытынды бастан өткерген жайттан ой түйіп, шешім шығара білуде. Қарап отырсақ, күнделікті тыныс-тіршіліктегі қарапайым нәрселердің өзі сабақ. Барлық атқарған істің өзіндік мәні астары бар. Ой дамымай, адам дамымайды. Сен ешбір жаңа нәрсе меңгермеген және өзіңнің біліміңе ештеңе қоспаған осынау күнді немесе сағатты бақытсыз сана. Каменский.